Қытайдың еншілігі деген жерден басталады, иә. Енді шығыс медицинасында, яғни шөптер емшілігінде бізде мына денсаулық шектеу қағидасы бірінші тазалау керек, одан кейін реттеу керек, толықтау, күтімде осы қағида бойынша денсаулыққа реттеу алып барады. Ал енді мына үшеуі болса бүкіл ағзаға тазарту алып барады, жан-жақты. Қалай дегенде, мысалы мынау болса біздің ағзамыздағы артық майды таратып береді. Ағзада артық майдың артып кетуі, ағзаның ол көптеген үлкен созылмалы аурулар келіп шығады, қан қоюлық, қан тосу деген сияқты. Мінекей бауыр қатаю деген сияқты, бауырда май құрамының артып кету деген сияқты. Ал мынау болса соны оңай шешімдеп береді. Ішкі ағзадағы майды оңай таратып береді. Және біріншіден залалсыз, азықтық деңгейде, жаңағы ешқандай химикасыз, және бұл күнделікті жеген тамақтан, тамақтан арқылы кірген артық майды, тамақ жеген кезде соның артынан 2 тал жеп қойсақ, содағы 100% майдың 90%-ын тосады, ағзаға жібермей тосып қалады. Ертесінде унитаздың бетіне көріласыздар, жаңағы 90% май тосып болып тұрады. Сосын 40% қант құрап қосады бұл. Бұл енді өте залалсыз. Және артату ролы да бар, ашқазанға пайдасы бар, тағы ішек қызметіне жақсартады. Одан кейін мына өнім болса зат алмасу жасатады. Әзірге енді көп денсаулықтағы мысалы мәселе қайдан көрсеткен, зат алмасу дұрыс емес. Енді зат алмасу болмағандықтан кіретін ауыз бар, шығатын ауыз жоқ, денеміз клеткадағы шидақ түйсіндері артып, сыз суықтар шықпай қалған, сол арқылы көптеген аурулар келіп шығады. Мысалы сыз суықтың өзі, дыңғылдықтың өзі көптеген аурулардың басты себебі. Ал мынау болса миоз ұлтының құпия есебінен келген. Бұл енді бүкіл ағзадағы клеткадағы сыз суықтарды айдайды, дыңғылдықты айдайды, шидақ түйсіндерді тазалайды, бүкіл клеткадағы. Сонымен қоса зат алмаушы жақсартады, ашқазан ішек қызметін жақсартады, көкпар қызметін жақсартады, керемет өнім бұл. Енді мынау болса қан тазартатын өнім. Бұл тіпті керемет. Енді қан таза болса жан таза болады дейді. Бұның басты ролы не дегенде, бұл қандағы ұйықты оңай ыдырап беріп, тосылуды ашады. Қандағы ұйықты ыдырату ролы тромбыларды, қан тамырдағы тромбыны ыдырату ролы кәдімгі химикат дәрілердің 47 есесіндей. Енді сүйек өкілдің тамырдан құятын 19 есесіндей. Және қан тамырға да пайдасы бар. Бұны ішкен сайын пайдалы, ішкен сайын қан тамырдың сетімін арттырып, қан тамырды қуаттап береді. Және қан тазартып береді. Қан таза болса біздің ішкі ағзамыздың қысымды жеңілдеп, қан тәрбітке де көмегін тигізеді. Сосын кейін енді мына үшеуінің өзі бүкіл ағзаға жан-жақты реттеу, тазалау алып барды. Майды таратып жатыр, мынау болса зат алмаушы жақсартып, дымқылдық, сыз шидақ түйсінін тазалап жатыр, мынау қан тазартып беріп жатыр. Енді біз ағзамыз бере тазалағаннан кейін, тосылымдар ашылғаннан кейін, біз енді жапыретті клетка қорек жіберуімізге болады. Енді мінекей мынау болса коллаген. Бұның 70% пептид, мына сарыла сиырдың жамбас сүйегінен алынған. Сондықтан бұл кальцийді толықтап береді. Сүйектің тығыздығын арттырады. Одан кейін коллаген болғандықтан бұл енді бұлшық еттің тығыздығын, терінің тығыздығын арттырады. Одан кейін 70% пептид болғанда, пептид деген барлық клетканың, барлық аурудың емі, клетканың негізгі азығы, сондықтан бұл әрбір зақымдалған клетканы тез қалыпқа келтіреді. Сол арқылы ағзаның қызметінде тез қалыпқа келтіріп, иммунитетті көтеріп, қуатты арттырады бұл өнім. Бүкіл ағзаның, шегінген ағзаның қызметін қайтадан қалыпқа келуіне жақсы көмектеседі. Тез тіктеп алар ішіп бойын өсіреді бұл. Өйткені кальций толықтайды. Ал енді мынау болса, екеуі енді бір өнім. Бұл енді зығыр деп, біздің бидай арпа сияқты дәнді дақыл, дәнді дақылдың ішіндегі ең асыл дәнді тұқым рәсімді, асыл дәнді дақыл. Ең асылы. Өйткені бұл адам ағзасына жетілген қоректікпен қамтып береді, оның ішінде барлық витаминдер кіреді, минерал заттар кіреді. Сондықтан бүкіл ағзаға қоректік берілетін өнім. Бұны тамақ орнына да ішуге болады. Тамақ орнына ішіп, бұны бір қалтасының өзі 4 сағатқа дейін қоректік беріп отырады. Сонымен қоса бұл ауыздан ішетін, іштен ішетін косметика дейді. Бұл тері ауруға, тері әртүрлі, терін жылтыратып, майдайтып, теріге де пайдасы бар. Бұның құрамындағы витамині де өте жоғары құндылығы. Сонымен қоса миға да пайдасы бар. Бұның ішінде омега бар, DHA деген құрамдар бар. Ауырған адамдар ішсе де бұны балалардың миын жетілдіреді, ары қарай өзіміз ішетін болсақ, бүкіл денемізді, ағзамызды қуаттаумен бірге тағы да миға да пайдасы бар. Есте сақтауға да жақсартады, алжудың, ми соғу, ми қорқаудың алдын алады. Сонымен қоса қан тамырға да пайдасы бар. Бұның құрамындағы да қан тамырдағы ұйықты ыдырату ролы бар. Қан тамырға ұйықтың алдын алады, ұюдың алдын алады, тромбылардың алдын алады. Сонымен қоса бүкіл бауыр бүйрегімізді қуаттап, шашымыздың қарайып шығуына, көзіміздің қуатты болуына, бәріне ағзаға өйткені біз күнделікті 3 уақыт тамақтан ала алмайтын қоректікті алуға болады. Сондықтан біз тамақ орнына да ішуге болады бұны, 3 уақыт тамақ ретінде, азықтық ретінде. Енді осы 5 өнімді біз бір апта тұтынамыз, бір апта тұтыну арқылы бізде ағзамызды бір апта тұтынып болғаннан кейін бір жаңа өмірге оралғандай боласыз. Әртүрлі көрсеткіштеріңізде
көбүнөлүктери не болот, салыштырмалуу түрдө өзгөрүш болот. Мисалы кан табитиңизде, давлениеңизде, сонымен коса жанагы коллаген, мисалы дене курамыңызда, май курамыңызда, барлыгында, бейне салмагыңызда да сондай бир үлкөн көрсөткүч болот. Мүмкүн бир апта ишөө барысында сиздин бүкүл агзаңызды реттөө аркылы сиз аркы салмактан да кутулууга болот. Мүмкүн жанагы синтезатонус жасап, денедеги сыз сууктар чыккандан кийин сиз табигый түрдө жанагы салмак тастайсыз. Мүмкүн бир аптада бизде 3-10 килограммга дейин, 12 килограммга дейин салмак тастагандар бар. 7-8-9 ол әдеттегидей тастап жатыр. Эndi бул бирок бул артык салмак тастоо өнүмү эмес, бул ден соолук бүтүндөй өнүмү. Бүкүл агзадагы сиздин жанагы мен зуп болома, давление бар болома, кан табет болома, башка уйкусуздукка деген сыяктуу жанагы стресс болома, башка да денебизде мисалы ар түрдүү жагдайга көмөктөй салат. Өйткөнү бул энди жанагы теңшөө деп отурбуз, жалпы беттик, бирок агзаны теңшеп отур. Мунун өзү мынакей бүкүл оорулардын себеби. Тек гана сыз сууктун артуунан канчама түрлүү оору чыгат. Тек гана тосуудан канчама түрлүү, тек гана май курамынын артып кетүүнөн канчама жанагы оорулар чыгып тур. Сонун себептерин жоюп, клетканы аркылуу клетканы коректендирип, клетканын өзүнүн сакай кабилетин арттырып, агзанын кызметин калпка келтирип, сиз жаңы өмүргө оралгандай жанагы сезимде боласыз. Көңүлүңүз да жаксарып деген сыяктуу, жеңилдеп, рухуңуз тасып, сондай күч кубатка ээ болуп, ден соолугуңуз калпка келет.